Саламатсыздар, эфирде өзіміз подкаст. Есім Мұқағали, әріптесім Абзал. Бүгінгі подкасттың қонақтары жолаушылар пойызының бастығы Баубек Бексұлтан және жолсерік қарындасымыз Қуанышбек Сұлубай. Қош келдіңіздер бүгін қонақ болып келіп жатқандарыңызға. Біздің подкаст негізі емін-еркін, ашық стильде өткізіледі, сондықтан еш қысылмай, өзара достық немен сөйлесе беруге болады. Сіздер бүйтіп қарасам, кәдімгідей формаға келіпсіздер, жұмыстан пойыздан сразу келген секілдісіздер ғой, сапардан. Иә. Солай ма? Иә. Қай жерден келдіңіздер? Мен Шымкенттен келдім. Жаңа ғана түстіңіз. Иә, жаңа түстім. Иә. Шымкент ыстық болып тұрған шығар. Иә, өте ыстық болып тұр. Қазақстанның бір жақ шетінен екі жақтан келе салу қызық екен. Екі түрлі, континент, ауа райы мүлдем басқаша. Иә, екі түрлі. Ал енді өздеріңізді таныстырып кішігірім. Иә, өздеріңізді бэкграунд дейді ғой, қандай қызметтер атқардыңыздар, қашан кірістіңіздер? Мен өзім 2013 жылы солтүстік филиалға проводник болып жұмысқа кірген, жолсерік болып. Содан бері 12 жылдай болды, уже келе жатырмын. Пойыз бастығы болып жұмыс істегеніме 7 жылдай болып қалды, 2016 жылдан бастап экспресс филиалында жолаушылар пойызының бастығы болып міндетін атқарамын. Қай бағытта жүресіздер сонда қазір? Астана, Алматы, тройка, четверка. Тальго болды сонда? Иә, Тальго. Ал сіз жолсерік? Мен колледжде оқыдым. 2018 жылы колледжге түстім. Одан кейін 2021 жылы Тараз теміржол көлік коммуникация колледжін аяқталғаннан кейін 2021 жылы осы экспресс филиалына жолсерік болып жұмысқа кірдім. Және тура сол жылдары Алматыдағы Академия логистика транспортына сырттай бөліміне жоғарғы оқу орнына түстім. 2023 жылы ол жақта аяқтадым, бірақ 2021 жылдан бері қарата жолсерік болып жұмыс жасап келе жатырмын. Сонда неше жыл болып тұр сонда істеп жатқаны? 3 жыл болды. 3 жыл ма? Қиын емес пе қыз балаға? Қыз балаға енді қиын, бірақ төзімділікті соны талап етеді. Бірақ күрделі, я айтамын, теміржол күрделі мамандық, бірақ күрделі болғанмен қалмай, өте қызықты мамандық. Мысалы, маған жұмыс істеген, осы жолсерік болып жұмыс істеген маған өте қатты ұнайды. Сол себепті, если ұнаса, төзуге болады деп ойлаймын. Қандай қиыншылықтар болады сонда мысалы? Неге біз оны жолсерік десе, сондай бір еркісі, сондай мужской дейді ғой, сондай болу керек. Елестетеміз, бірақ қандай қиыншылықтар бар екеніміз шындығына келгенде? Енді шындығына келген кезде ең үлкен мәселе ұйқы дұрыс емес. Меніңше ең үлкен проблема сода деп ойлаймын. Режим бұзылады. Ең қиындығы сол, енді әртүрлі адамдар болады, әртүрлі мінезді адамдар болады. Сол кісілермен, сол кісілердің көңілінен шығуға тырысамыз. Бірақ енді кейбір қанша тырыссақ та кейбір адамдардың көңілінен бәрібір де шыға алмаймыз. Жұмыс кестесі қалай басталады осы сіздерде? Ең алдымен? Жұмыс кестесі ең алдымен бізде планерка болады. Сағат 12-де біз планеркаға барамыз. Одан бұрын наркологтан өтеміз. Наркологтан өткен кезде, яғни бізден давлениемізді, рейске дайын ба, дайын емес па, сол жағын бірінші полный тексереді. Одан кейін барып, уже планерка болады. Ол жақта біздің документтерімізді тексереді, формамызды тексереді. Яғни осы теміржол саласында болып жатқан оқиғалармен бөліседі. Мысалға, мынандай оқиға болды, мына жақта мынандай оқиға болды деген сияқты оқиғалармен бөлісеміз. Одан кейін планерка аяқталғаннан кейін біз өзіміздің пойызға барып, пойызымызды барлығын вагонымызды қабылдап, сол жақтан барлық мойкаларға қараймыз, қалай жуылып жатыр, қалай барлығы орындалып жатыр деген сияқты. Я, қабылдап алып, я. Өздеріңіз жумайсыздар сонда да? Жоқ, біз өзіміз жумаймыз. Бізде Астанада бізге міндетті түрде пойызымызды жуып, дайындап береді. Бірақ путь исследование кезінде, жолда жүрген кезде біз міндетті түрде уборканы өзіміз жасап отырамыз. Осы пойыз басшысының, мысалы мен осы уақытқа дейін жолаушы ретінде тек проводникпен, жолсерікпен ғана бетпе-бет келеміз да, сол кісімен тікелей қарым-қатынас. Бірақ мен пойыздың басшысы деген ешқашан, сіз бірінші адам болып тұрсыз мен алдымда, басшысы ретінде целый бір команданың, осы позицияның қандай бір ерекшелігі бар? Оның сіздің қызметіңізге не кіреді? Сіз пойыз басшысы немен айналысады өзі? Пойыз басшысы дегенде бізде примерно бір күндік жұмыс істеп ойлайық та. Рейстің алдында біз жолсеріктерге хабарласып, алдын ала білеміз бірінші рейске шықпайтын алдында, кім рейске шығады, кім больничныйда дегенде ол алдын ала бәрі реттеп, нарядный столға біз список береміз. Сосын бағана Сұлу айтқандай, планерка болады бізде, қайда нарколог өтеміз,
бүкіл алкотест, давлениямызды өлшейді. Уже ары қарай жұмыстарымыз көп бізде. Қағаз жүзінде уже жол бойы полный МТП-ларымызды қараймыз, рейсовый журнал толтырамыз, натурный лист, целевой, неплановый, документация көп негізі. Соның бәрін жолсеріктерге түсіндіріп, үйретіп, уже нұрлы жолдан уже Алматыға дейін жолға жүретін кезде уже жолаушылардың уже қауіпсіздігіне уже қараймыз ғой жолда. Не болып жатыр, біреу может ауырып келе жатады, біреу может семейный проблема болып жатады, оған әркім төзе білу керек та. Көп адам бәрі біле бермейді негізі. Жұмыс, халықпен жұмыс істеу деген енді білесіздер, қиын. Біреу ұрсып келеді, оның көңілін табуың керексің. Жол серіктерімізде де бір жағдайлар болып қалды, олармен уже сөйлесіп не болған. Жұмыс негізі өте көп, күрделі. Айтса ұзақ уже кетті. Иә, мен қарап отырмын қазір көптеген жаңа тексерістер болып жатыр, анау бар, мынау бар. Талап көп секілді да сіздерге. Былай қарасаң, енді біздің Қазақстанда тек қана Қазақстан темір жолы емес қой, жекеменшік компаниялар да бар. Енді соған қарағанда сіздердің дайындықтарыңыз көбірек сияқты болып көрініп тұрады да қазір. Солай ма? Солай. Бізде былай енді айта берсеңіз негізі бір зейнетке шыққанда кітап жазуға болады негізі темір жолмен. Былай қазір айта берсе уақыт көп кетеді, негізі жұмыс көп бізде. Талап та көп сіздерге. Талап та көп, бәрін реттеп. Енді халықпен жұмыс істеуден оңай емес қой. Әркім жағдайы бар, анау жолдайды. Сонымен пойыз басшысы қай жерде отырады пойыздың? Штабной вагон деген болады бізде. Штабной вагон деген? Штабной вагон 11-ші вагонда. Сол жақта отырамыз. Соңында ма, басында ма? Ортасында. Ортасында отырады. Жеке өзіңіздің кабинетіңіз болады? Жеке кабинетім жоқ, енді купеміз бар ғой. Купе. Купе проводниктерім жатады жанында, механиктер. Полный жеке бізде кабинет жоқ. Жолаушылар да бола ма сіздердің қасыңызда? Жоқ, жолаушылар болмайды. Бұл тек служебный ғой. Кәдімгідей бір вагон арнайды, штаб. Жоқ, бір вагон емес, ол жерде 10 орын ғой біздікі. Ол жақта полный ресторанымыз бар, сотрудниктеріміз бар, бәрі ұйықтайды сол жақта. Мәссаған. Ес білгелі, мен бірінші рет көп тұрмын, штабной вагон, любой. Штабной вагон бар екен, не? Составта осында қанша пассажир болады? Примерно мен өзімде тройка, четверка, 3 пен 4 Алматы Астанада жүрім. 423 адамды туда обратно тасимыз ғой, сонда бір. Толды. Ал жол серіктер? Жол серіктер 30 болады. 30 ба? Бір вагонда бір жол серік. Мәссаған. И екі жақта 2 лицадан, 2 лицадан болады бізде. Мен мынандай сұрақ та. Емес 400 адам бар. Персоналмен 430 ресторанында, енді ресторанында механик, борт механиктер бәрі бізге қарайды ғой. Полный жауапкершілік бізде. Ол кісілер жолда бір бәле болып қалса да бәріне бір жауап береміз. Сіздің жасыңыз нешеде? Жасым негізі 29-да. Мен 22 жаста пойыз бастығы болып шыққам. Мәссаған. Уже 7 жыл болып қалды. Сонда үлкен коллективті басқарып. Полный соны әйтеуір Аллаға шүкір жақсы жүріп отыр. Мықты екенсіз. 22 жаста пойыз бастығы. Олайға сұрақ қойғым келіп тұр. Ең алғашқы рейсің есіңде ме осы? Жұмысқа келген кезде, оқу бітіріп келген кезде қалай қабылдадың осындай пойызды көрген кезде? Ең бірінші шыққан менің рейсім Өскеменге болған. Өскеменге. Ең бірінші шыққан кезде әрине қорықтым. Қалай болады? Енді мүмкін ұнамай қалатын шығармын депші, пассажирлерге болады ғой случай. Жақтырмай қалатын шығар, бір ауыр сөз айтса жылап қалатын шығар деп сондай ойладым. Бірақ ондай болған жоқ. Өте ұнады маған негізі Өскеменге. Маған одан бөлек Өскеменнің адамдары да ұнады. Өте қарапайым, керемет, ең бірінші шыққан рейсім өте керемет көңіл-күймен өттім. Содан маған Өскеменге бірінші болып шыққаннан кейін маған Өскемен қаласы өте ыстық. Ондай күшті, ондай жүрегіме ондай күшті көрінеді. Содан бастықтарыңыз ұрыспай ма? Егер әркім өзінің жұмысын тиянақты орындайтын болса, кеп әркім мысалға бастық кеп ұрыспайды ғой, если сен өз жұмысыңды дұрыс істеп тұрсаң, бәрін біліп тұрсаң, пассажирлермен жақсы тіл табыса берсең, бәрінің көңілінен шыға берсең, ешкімге ұрыспайды. Бәрі жақсы. Солай сенде мысалы қазір бар ғой, тренд қойын, жаңа енді әлемде сондай не бар, бізде де сондай сұраныс келгеннен кейін әйелдерге арналған вагондар ашылыпты. Қашан ашылды? Сен сондай нем бар ма? Сондайда сен болып көрдің бе сол жерге барып, істеп сондай жерде? Именно осы біз мен жүретін бағытта Алматы Астана бойынша 3-4 пойызда бізде женский вагондар бар. Женский вагондарға сұраныс өте көп негізі. Барлық пойыздарда болса, тіпті керемет болар еді.
негізі күшті ғой женский вагон, өзі бір бөлек вагон болса, қасында ер адамдар болмаса, өздерінің емін еркін ұйықтап, емін еркін тұрып, емін еркін жүріп. Мысалға, маған ұнайды женский вагонның болғаны составта. Ол 3-4 вагонның ортасында ма сонда пойыздың? Иә, тура 17 вагон бізде, 17 вагон. 17 вагон, не? Тек бір вагон, сол 17 вагон бізде женский вагон. Сонда ортасында адамды өткен кезде ер адамды өтіп қалса қалай болады? Сыртқа шығып кетіп қоя ма? Өте береді. Олда тұрған ештеңе жоқ. Ешкім наразылық жасап, ой, өтуге болмайды, кіруге болмайды деген. Жоқ, енді ішке купенің ішіне кірмейді, бірақ сыртымен өте береді. Кәдімгі коридормен, кәдімгі дәлізбен өтіп кете береді. Иә, дәлізбен өтіп кете береді. Қызық. Негізі, сұраныс болғаннан кейін қазір дұрыс болып қалды, әйелдерге арналған вагон болған. Иә. Сіздерде де бар ма сондай? Бәрімізде де бар. Демек әр бағыттарда міндетті түрде бір әйел вагон болады, әйелдерге арналған. Ол бір вагон болса, сонда бір вагон. вагон. Бір составта бір вагон. 24 вагон болатын болса, сол 17 вагон ол. Бір вагон женский вагон. 18 орын да. Иә, 18 орын. Құдай бетін аулақ қылсын, сонда неше түрлі жағдайлар болады ғой. Енді ешкімнің анамыз бар, қарындасымыз бар дегендей өте жақсы бастама деп ойлаймын. Иә. Негізі жақсы сияқты. Алдында да мен анам ауылдан келетін кезде сайтқа кіріп қарасаң, әйелдер вагон, женский вагон деп тұр. Отдельно указать етеді. Алғам өзіме де. Кейін айтып келді, тек апалар отырды, қасында өңшен қыздар, ол білмейді ғой, енді билет бергеннен кейін. Ешқандай ер кісілер болған жоқ дейді да, ол да негізі дұрыс сияқты да. Жоқ, еще ол жерде андай ғой, жас айырмашылығы да болады. 7 жасқа толмаған бала ғана жүре алады, ол жерде 7-ге толып қалған бала алып жүре алмайды ата-анасы. Ол же пойызға кіргізілмейді, билет сатып алатын болса. Былай, орын бос болып қалып, ондай нәрселер болмай ма сонда? Женский вагонда ма? Болады ғой орындары. Сол кезде басқа бір кісілер кіріп кетіп, ондай қатал ма? Қатал. Сонда жұмысқа шыққанда Алматыға бір рет барып келесіздер, сосын демаласыздар ма сонда? 6 күн істеп, 6 күн демаламыз. Біздің график. Тамақ вагонда ішесіз? Енді рестораннан сатып аламыз. Сол жақта өзінің уақыттары бар, проводниктер 6 сағат жол серікті 6 сағат дежурить етсе, 6 сағат ұйықтайды ғой. 6 демалады. Иә. Жаңағы айтып отырмыз ғой, енді осы жаз келе жатыр да, әртүрлі мерекелік не болған кезде кәдімгідей маусымы болады, пойызға отыратын адамдар жиі, мысалы көбірек спрос болады, сұраныс. Сол кезде қосымша вагондарды қосуға тура келеді, мен білуімше. Сол кезде сіз енді пойыздың басшысы ретінде қосымша кадрларды қайдан аласыз? Олардың сіз сапасын қадайға аласыз ба? Сондай жағдайда тап болсаңыздар не істейсіз? Бізде енді тальгада ондай жоқ, қосымша вагон қосылмайды. Ондай болмайды. Бізде, пример, әр схемада бір состав 24 болса, каждый стандартты пойыздар сияқты бізде тіркелмейді. Тальгада ондай жоқ. 100% населенностьпен шығып кете береміз ғой. Ал негізі қалай? Жалпы. Стандартты пойыздарда енді о жаққа енді указ беріп вагондар тіркейтін шығар. О жағын білмедім. Сонда бір жол серік 2-3 вагонды бірлесін? Жоқ, ондай жоқ. Каждыйына 2-2-ден или бір-бірден жол серіктер қояды ғой. Сонда андай кадр тапшылық деген нәрсе жоқ қой өйткені? Жеткілікті, иә? Жеткілікті. Мынандай бір қызық сұрақ бар. Зайчик дейді ғой, безбилетниктер дей ма? Сонда әлі күнге дейін бар ма сондай? Жоқ, әлі күнге дейін жоқ қазір. Жоқ, иә, қазір? Жоқ. Бұлай жолаушыларды алмаймыз ғой. Мынау осы жолаушылар келген кезде алдында осы мен Шымкент бағытына жүрген кезде мен бір 3 сумкамен келген, бір сумканы тастап кетті да, кіргізбеді жолаушылар. Қанша сөйлесіп не қылсақ та болмады. Солар сіздерге мына самолеттегідей несі бар ма? Килограмм осындай шектеу бар, 25, 70, 40. Енді былай айтқанда андай жүруші көп сумка болса кіргізбейміз. Маған айтады да, кассадан барып сұрау керексіз дейді. Билет алған кезде жазып тұрады. Негізі айту керек па? Билет алып, сіз қазір көбінесе халық кассадан көп ала бермейді ғой. Жазылып тұрады негізі, бүкіл правилалар түсіндіріледі. Килограммы несі, бір билетке 25 килограмм қол жүгін алып жүре алады. Енді біздің Шымкент жақтың халықтарын білесіз, бір сумкамен келмейді. Дорожный сумкамен кетеді ғой. Стандартты вагондар сияқты бізде анау ұзын кілем или телевизор алып жүре алмайды. Тальга кішкентай бізде. Нормаға сәйкес заттарын кіргіземіз, нормаға келмейтіндер уже акт толтырып уже тастап кетеміз, кіргізбейміз. Оны сосын, мысалы, оны алып қалатын ешкім болмаса қайда апарады оны? Білмейді, уже жолаушының. Ол вокзалға тастайды да. Вокзалға тастайды. Кезекшілер өздері қарайды. Мен ешқашан ондай проблема кездеспеген екенмін.
пойыз болды ма, қанша зат алып сонша. Енді мен үлкен көп сатып алған жоқпын. Бір сумкамен алып жүретін шығарсыз. Иә, мүмкін, иә, мен бау-баумен келмейсіз ғой. Өйткені біздің мысалы әуе мен ұшсаңыз өте қатал ғой, мысалы 1-2 грамм болды ма 11 мың, 13 мың, 15 мың. Бізде онда ақша төленбейді, ондай жоқ бізде. Онда жақсы екен. Енді бізде мынау Алматы, Астана 3 пен 4-те ондай көп проблема бола бермейді. Бізде багажный вагон бар. Багажный вагонмен уже заттар. Уже артық сумка болса, сол жаққа өткізуге болады да. Жоқ, үлгерсе уже кассаға барып, Алматы 2-де өздерінің уақыттары болады, олардың уақыт билет сатқанда да бір сатылмай қояды, пойыздың 10 минут қалғанда. Сол сияқты оларда да бір ограничениесі. Оны алдын ала келіп вокзалға. Иә, алдын ала келіп барып, наоборот, арзан болады да, там килограмм 60 теңге ма сондай болу керек. Ол жақсы екен ол, да? Килограмм 60 болса, бір орташа 15 келі болса, сонда қанша болады бір қол жүгі? Негізі арзан болды. Мен өзімде, пример, жазың күндері 4 Алматыдан зимний баллонымды алдырттым. Пример, сол кезде біз 5000 теңге ма төледім мен кассаға 4 зимний баллонға. Арзан негізі багажный вагон біздегі. Енді салыстырмалы түрде арзан. Иә. Соны таксимен или индрайвермен алдыратын болсаңыз қымбат. Өлдім 20 мың сұрайды, индрайвер. Каждый баллонға 5 мың сұрайды. Әртүрлі, әр неге қашықтыққа байланысты шығар. Мынандай сұрақ. Алашты алаңдатқан сауал деймін. Мен мысалы өзіме қатты қызықтырғанда алаңдатады. Мысалы төсек орынды жолсерік менен сұрайды да, ана міндетті түрде алып келуің керексің, алып жинап кел дейді да. Сол міндетті ме жолаушы алып келуге төсек орынды тапсыруға? Осы мәселе бойынша толығырақ. Негізі міндетті жолаушы. Міндетті ма? Иә, 30 минут қалғанда жолсерік ескертеді. Билеулер жинауға ескертеді, не жолаушы беру керек. Кейбір жолаушылар бермейді ғой, білесіз, 30 минут қалғанда көбінесе бермейді. Енді бізде Тальга пойыздарында Астанадан біз полный заправка жасап шығады ғой жолсеріктер, 100%. Ал түсетін кезде жарты сағат қалғанда жинап алу керек. Кейбір жолаушылар до конца тұрмай қоюы да мүмкін, бермейді, түсіп кете салады. Ал сосын уже біз Алматыдан сразу посадка болады ғой бізде 2 сағат уақытта. А жолсерік жинап үлгеру керек та. Негізі жолаушы міндеті. 30 минут қалғанда беру керек. Егер жасамаса, арасында текетірес болып, бар. Онда өйткені Алматыдан түседі де, оның орнына қайтып адам мінеді ғой бізге. Мінген кезде жасалады ғой, неге жасалмай қалу деген болмайды бізде. Жасалып, кәдімгі заправкамен шығу керек. Слобой, сізде сондай жағдайлар болды ма? Көп болды. Ондай жағдайлар өте көп. Өте көп. Мысалға, кейбір случайлар болады. Астанадан Қарағандыға дейін билет алады, и мен бизнес-класста жүрем. Бизнес-класста... Класс бар ма, не сіздерде? Бізде бизнес-класс бар. Негізі біздің пойыздар 5-ке бөлінеді ғой, Гранд Премьер, бизнес-класс, турист-класс деген сияқты өзі бөлінеді. Мен сода бизнес-класста жүрем. Бизнес-класстың билеті негізі арзан тұрмайды, өте қымбат тұрады. Сол себепті Қарағандыдан келген пассажир, егер ол жерде төсек салынып тұрмаса, маған айтады, неге төсек салынып тұрған жоқ деген сияқты ше. Енді кейбір жолаушылар болады, шынымен постель өткізгісі келмейтін. Соның ішінде мен бармын. Сол сізге сұрақ, сонда сізге постеліңізді өткізу қиын ба? Мен естідім, ол жолаушының міндетті емес екенін. Бір жерден оқыдым, сосын мен соны ұстанып жүрдім да. Бірақ мен бәрібір де тапсырамын, енді амал жоқ, енді ұятымыз бар. Сонда сұрағаннан кейін, бірақ маған сұрамайды ғой, маған ренжіп тұрып айтады, келіп алып, сен неге тапсырмайсың деп дүкен кетеді. 611 бұйрық бойынша жолаушының міндеті. Біліп жүру керек енді. Сондықтан төсектеріңізді орындарыңызды тастырып жүріңіздер. Бизнес-класс деп айтып кеттіңіз, сонда бизнес-класстың ішіне қандай тағы да постельден бөлек қандай жағдайлар жасалған сонда? Бізде жоқ, оның ішіне бізде яғни 2 адамдық орын бар, купеде тек 2 адамға арналған, и умывальник бар, өзінің ішінде жеке умывальник, бизнес-класста ол умывальник, биотуалет бар, бірақ ол биотуалет бізде общий, и кондиционер ол бар, және розеткасы бар. Енді бізде тағы да Гранд Премьер бар, оның ішінде туалет, душы бар. Яғни кәдімгі купенің ішінде туалет, душы бар. Мен жаңағы сұраққа қайтып келейінші, төсек орында нені алаңдатып отыр дегенсіз. Қалай тапсыру керек? Оны жинау керек пе? Өз еркіңіз, ондай жоқ. Алып, бүйтіп алып. Бере саласыз. Жолсерікке бере саласыз болды. Енді стандартты вагондарда кәдімгі жинау керек бірақтан. Мен өзім жүрдім де ол жақта білемін, кәдімгі әкеп береді пассажирлер. Оны туалет жабасын, билон жинайсың ғой жарты сағат қалған кезде. Мысалға маған ше, мысалға жолаушы келіп маған төсек орынды жинап беріп тұрса, мен өзім іштей қатты қуанам ше. Мә, не деген күшті адам деп ше. Если бүйтіп әшім бүйтіп просто жинап бере салса, жинап беруге болмады деп. Өйткені біздің
бастель жинайтын біздің арнайы орнымыз жоқ та. Біз мысалға неде өзіміздің дежурный местамыз бар. Сол жерге көбінесе пастель сол жерге жинаймыз да. Бізге ол жерге жинаған тіптен өте ыңғайсыз. Сол себепті бізге жинап әкеліп берсе, мен өзім қатты қуанамын негізі. Негізі онда регламент жоқ қой, жинап беру, анау деген. Жарайды. Сол жарты сағат қалғанда ескертеді, жолсерік үй болды, миллион берді. Қазір байқаймын да, мысалы басқа салаларда, мысалы біздің медиада, журналистикада түрлі салалардан көп адамдар келеді. Мысалы, ол экономист бола ма, келеді, жаңағы экономиканы жақсартатын журналист болып кетеді. Енді түрлі жаңағы трансформациялар көп та, бірақ дәл осы темір жолда ондай емес, былай қараймын, тек бастады ма, жаңағы сіз жаңа бастадыңыз ба өз темір жолда жұмысыңызды соңына дейін барасыз. Енді қазір мен сонда заңды сұрақ туады. Династиялар көп секілді да, әлде өзіне қатты бір сеніп, жаңағындай не дейді, тағдырымен келген адамдар көп секілді. Не оның сыры неде? ЖД-да? Менде династия ешкім жоқ менде. Сонда сіз қалай келдіңіз? Не үшін таңдап келдіңіз ЖД-ні? 2013-те мен Астана қаласында Казатка Тынышбаев колледжінде оқыдым. Сол кезде бізде студентский отряд қылып шақырды көмекке. Ол кезде айлық аз болды, көмекке шақырды. Жолсеріктің көмекшісі ретінде бізді. Июль, 3 ай бойы жұмыс істедік біз сол жақта, кәдімгі старый пойыздарда ғой, стандартты вагондарда. Сарыағашта қатынадық ол кезде. Сарыағаш Астана, Сарыағаш 86 пойыз жүретін. Сол кезде уже бізді сентябрьде уже оқуға жіберу керек қой. Сол кезде бізге сонда сіз практика өттіңіз. Практикаға жіберді, аха. Оқуға жіберу керек, сол кезде конкурс болды ол кезде кәдімгідей. Ол кезде қазіргідей сайт жоқ ол кезде, просто конкурс. Может, Google-ға ма, нелерге салатын шығар, қазірдің job railway жоқ ол кезде. Конкурсқа қатысып көріңіз деді, қатысқан біз ол кезде тесттеп. Ол кездегі ощущение, мен өзім ол кезде 18-де болдым ғой. Тест тапсырып, кәдімгі өтіп, кәдімгі сабақ болды. Ответ шыққаннан кейін, қазіргідей емес та, уже қазір поштаға келеді SMS жақсы ғой. А ол кезде бір анау студентке жас кезде энті тапсырады ғой, сондай қылып, кәдімгі іліп қоятын. Өттінде, сол кезде енді ощущение керемет. Фамилиям тұрған кезде сол жерде. Кәдімгі қуанып, үйдегілерге звондап, мен жолсерік болдым деп. Өйткені ешкім жоқ бізде темір жолшы. Мен 2013-те сол Астана теліміне солтүстікке жұмысқа кірген. Уже 2016 жылы мен уже экспресске келдім. Жолсерік болып. Уже біз анаяқпен мынаяқтың жұмысы екі түрлі ғой уже. Тальга жеңірлік. Старый поезде, стандарт вагондар білесіздер. От жағады, жұмысы көп ояқта. 2016-та келдік уже экспресс Тальгаға. 2018-де уже пойыз бастығы болдым мен. Бағана неге қайт орала кетсек, ең қазіргі студенттер, мысалы оқу бітіріп жатқан студенттер осы жолсерік мамандығына кіру үшін ең алдымен қандай қадамдардан бастау керек? Мысалы оқуды бітірді, ары қарап мысалы жолсерік болу үшін не істеу керек ең бірінші? Вакансия. Жолсеріктің бірінші несі бар ғой, оқуы бар ғой, 3 айлық курс. Курс тапсырып оқып бітіргеннен кейін барып уже сайттарды қарайды, бағанаға айтқанда Job Railways. Бірақтан енді мынау қазір келіп жатқан жастарға айтарым, темір жолға или жолсерікке кіретін болса, ойланып келу керек та, өйткені бұл бәрі ойлайды, оңай жұмыс деп жолсерік. Негізі оңай емес жұмыс. Өйткені халықпен жұмыс істеген, соған төзе біліп келу керек та қазір жастар. Ұрысына да көтеру керек, сен онымен пассажир айқайлап жатса, сен онымен ұрысып тұрмайсың ғой. Біреу может, бізде талай болады ондай. Жынданып келеді адамдардың бәрі. Үйлер семейный проблемаларымен. Ал сен оған әке көке деп әйтеуір жолаушының көңілін тауып сөйлесесің да әйтеуір ешқандай несі. Главное, от жақпайды. От жақпайды Тальгада. Жаңағы сұрақты мен сұлуға қойғым келді. Сен темір жолға қалай келдің? Әлде сенің әке-шешең айналысты ма? Неге темір жолды таңдадың? Жастар келе ме осы? Беделді соншалықты. Ауыр болатын болса сондай жұмыс. Ауыр болғанымен қызық қой. Негізі менің әкем өзі темір жолшы. Мен өзім әкемнің қызы болғаннан кейін маған әкем айтты, темір жолшы боласың деді, мен темір жолшы болам дедім. Темір жолшы болдым. Және менің әпкем бар. Ол да жолсерік болып жұмыс жасайды. Әпкем жұмысқа кірген жылы, мен негізі жолсерік боламын деп ойлаған жоқпын, бірақ әпкем жолсерік болып жұмысқа кіргеннен кейін мен де осы жаққа кірдім, өйткені үйдегілер бір-біріңе серік боласыңдар деп кіргізді.
содан бері қарата негізі басында өте қиын жұмыс болғаннан кейін ой қиын ғой деп жүрдім, бірақ одан кейін өте қызық болды, маған ұнады. Енді қазір ұнайды мысалға өзіме. Мысалы жаңағы темір жолдағы үлкен кісілер, қарт кісілер бар ма істейтін? Сіздер жассыздар ғой, өздеріңізді қарт ретінде және үлкен кісі болып әлі күнге дейін істеймін деп ойлайсыздар ма? Жоқ? Айта алмаймын. Бірақ бар болып тұр ғой жаңағы үлкен кісілер, жасы үлкен кісілер. Зейнетке шығатын кісілер бар бізде. Көп. Сонда қанша уақыт істейсіздер темір жолда? Айта алмаймыз енді. Бірақ қазір бізде Тальгода көбінесе жастар ғой. Көбіне үлкен кісілерге қарағанда жастар көбірек. Енді жаңағы стандарт пойыздарда үлкен кісілер, енді жаңағы сіз айтқан үлкен ондай кісілер бар. Тальгода барлығы жастар. Меніңше жастар негізі. Жастармен жұмыс істеген қызық деп ойлаймын, бәрібір үлкен кісілерге қарағанда. Осы тек жастарды алады Тальгода. Негізі 35 жасқа дейін деп айтады, бірақ бізде үлкен кісілер де бар. Ол жаңағы стандарт пойыздан ауысып келген үлкен кісілер бар. Бірақ негізі біздің Тальгоға жұмысқа алатын кезде 35 жасқа дейін деп көрсетілген, Үлкен кісілер андай энергиясы жете ме? Жастармен кішкене ілесу керек асып кетпесе бізден. Асып кетпей ме? Тәжірибе бәрібір де бар дейсіз? Тәжірибе мықты ол кісілерде. Ол кісілердің білетіндері де көп қой. Көбіне андай бір ситуациялар болып қалған кезде үлкен кісілердің қасында үлкен кісілер болса, ол кісілер дұрыс жолды көрсетіп, осылай болады, осылай істе деген сияқты өзінің ақылдарын айтып отырады. Негізі әр бригадада бір екі үлкен кісі болса да негізі өте жақсы деп ойлаймын. Енді қызықтар көп дедің жаңа темір жолда. Қандай қызықты оқиғаларыңыз бар? Негізі өте қажет ететін әңгімелеріңіз, оқиғаларыңыз, қандай қызықты оқиғалар бар негізі? Енді қызық оқиға... Кітап жазамыз деп айтып кетті, кино түсіреміз деп. Айтатын да бар, әкем. Енді әртүрлі жолаушылар мінеді ғой ендіше. Енді жас қыз болғаннан кейін көбісі танысқысы келеді, сондай ситуациялар болады да. Сондай бір қызық оқиға болған. Өзім как раз Алматы бағытында жүрем ғой, Алматыға барып тұрмын. Енді жолаушыларды кіргізіп жатырмын өзім вагондарыма. И ар жақтан екі аю келе жатыр, кәдімгідей қоншықтың киім киіп алған екі аю келе жатыр. Әшейін бүйтіп бір көзбен қарадым, вау, қандай күшті деп, біреуді енді шығарып салып жатыр екен деп сөйтіп ойладым да, вау, қандай күшті деп сөйтіп қарадым. И бір кезде маған қарата жақындап келе жатыр, менің вагоныма келе жатыр екен ғой деп сөйтіп сондай күшті болып тұрмын. Қолдарында андай үлкен екі мишкасы бар екен. Сөйтіп маған келіп әкеп беріп жатыр да, мен түсінбей тұрмын ғой. Бұл не депші, бұл не нәрсе деп түсінбей жатырмын. Бұл сізге дейді да, жоқ, сіз қателесіп жатсыз, маған керек емес деп сөйтіп жатырмын ғой, керек емес, жоқ деп. Сосын, жоқ, бұл сізге, сізден дейді да, кімнен десем, сіздің жолаушыңыздан дейді да. Тайный поклонник. Енді сосын кімнен екен деп сөйтіп ойландым да. Кімнен деп, енді ол нәрсені әлі күнге дейін ойланам да, кімнен болды екен деген сияқты ше. Ана жігіт ақыры хабарласпады ма? Батыл жетпеді өте ма? Жоқ, сол кезде хабарласқан жоқ, бірақ ол әлі күнге дейін маған сол құпия болып қалды. Сондай бір қызық ситуация болған енді. Сондай енді ситуациялар болып тұрады. Сізде бар ма? Енді қызық оқиға көп негізі, оның бәрін айтып отыру. Өзім де, пример... Керісінше айтайықшы осы. 9-13 пойызда жүрген мен, сол кезде Астана бір вокзалында тұрмыз. Біз енді қазір 18-ге толмаған балдарды жалғыз өзі жүре алмайды ғой, согласия болмаса нотариально. Бәрін түсіндіріп жатыр, кіргенде біз болмай, нарушение ғой, біз кіргізуге болмайды. Түсіндіріп жатырмын адамдарға, сөйтіп бір егоппен согласия жасаймыз, сөйтіп мамасы келіп тұр, қасында қыздары бар, үлкен қыздар. Әкеңіз егоппен көмектесейін деп перронда көмектесіп жатырмын ғой енді. Бәрін айтып түсіндіріп, тіркеп, реттеп, бәрін уже төледі ол кісілер ақшасын ар жаққа нотариуспен. Енді кетіп бара жатыр едім, екі бетіме шөлп-шөлп етіп сүйіп жүрді. Ялып кеткен сөйтсе қыздары сүйіп кетіп жатыр да. Рахмет деп көліп жүрген соң біртүрлі екен. Қаншама адамдар ана жақта қарап тұр. Көлдім анарды, сөйтсем рахмет деп кетіп бара жатыр да мамасы. Сонда көмектестік, өзімізде алып кетіп жатыр, бетімізден сүйіп жатыр. Ол кезде бастықсыз? Иә, бастықпын, иә. Ал жолсерік болған кезде қызық оқиғалар? Жолсерік болған кезде қызық оқиға көп. Қазір мысалы заман дамыған сайын бізге
өмірімізге де жаңа технология көп кіреді ғой солда. Соның ішінде сіздердің жұмыстарыңызға да біраз жаңалықтар кіріп жатыр, түрлі техникалар келе жатыр. Мен естідім, біз енді көшеде жүреміз, енді бізде бәріміз машиналамыз отырамыз. ДПС қызметкерлер, полицияда бізде жетондар болады, мына жерде камерасы бар. Сіздерде сондай бір жаңашылдықтар бар ма, әлде жаңа онлайн табло бар деді, сондай нәрселер бар, камера мүмкін жасанды интеллектпен жұмыс жасайтын шығарсыздар. Сондай бір жаңашылдықтарыңыз бар ма сіздерде жұмыстарыңыз? Жақында бізде бір сасаққа Wi-Fi орнатты. Ол жерде видео жетонмен пойыз бастықтары жүреді. Әлі біздің бір сасаққа әлі орнатылмады ондай. Сонда тек бастықтары да бар, иә? Жол серіктерде емес, пойыздың бастығында болады жетондар. Ол не үшін керек негізі? Негізі жолда жүрген кезде қалай айтсам болады, небір ситуациялар болады ғой, енді бізбен де Құдай сақтасын, может біз артық сөйлеп қоярмыз, жолаушылар да жаман ғой. Олар да білмейсіз, ұрып жіберуі мүмкін, қазір балдардың кейбір кез билеттері болмайды. Сондай жағдайда да жақсы да, видео ішіп алған адам болады, төбелес шығарады жолда. Сонда видеомен тұрады. Бірақ бізде вагон ішінде де камералар бар ғой. Сізде кездесті ме сондай төбелеске дейін барған? Көп ондайлар, Не үшін шығарады ондай? Ішіп алады, бір-бірімен ерегіседі. Ондай жағдайда біз уже келесі станциядан сотрудник шақырып түсіріп кетеміз. Ондай жағдайлар көп болады. Ол жаңа айтып отырсыз ғой, интернет, Wi-Fi. Негізі енді енгізіліп жатыр ма? Негізі бұрыннан бізде мультимедийный портал бар. Ол істеп тұр. А енді Wi-Fi жақында орнатты. Ол сонда барлық станцияда жолдар? Барлық станцияда, иә. Жол бойына кетіп отырып, жол бойы қарап не істей беруге болады, иә? Бізде осы интернетке кіретін Wi-Fi қосылмағанға дейін портал болды ғой, ол порталдың ішінде кино көруге болады, мультиктар бар, кітаптар бар, оқимын десе, музыкалар тыңдауға болады, андай аудио кітаптар тыңдауға болады. Оның ішінде де неше түрлі қызықтар бар негізі. Уақыт өткіземін деген адамға ол да негізі күшті нәрсе. Қазақстан темір жолының барлық пойыздарында сондай ма? Иә. Портал бар, иә? Мультимедиа. Стандартты вагондарда да бар. Әйтпесе менде де мысалы жүремін да, сөйтсем мен жеке меншік пойыздар. Частный перевозчиктер болады. Оларда әртүрлі болады, иә? Бірде бар, бірде жоқ. Тіпті ананы элементарны соткамызды зарядтайтын розетка таба алмай қаламыз кейбір кезде ше. Частный перевозчиктер жүрмепті біз. Тальгамен жүреміз. Шатаспау керек екен, демек. Ертең наразылықтарыңыз болса, онда мына кісілерге емес деп. Менде сіздерге бір сұрақ бар. Жаңалықтарға көп шығады. Осы жақында ғана мен бір жерден оқып қалдым. Бір әйел кісі өзінің пәтерін сатып, чемоданға ақшасын, бүкіл барлық ақшасын салғанда, сонымен келген. Сөйтіп, өкінішке қарай ол сол ақшасын жоғалтып алған сол пойызда. Айналып келген кезде, бірақ қайтарған. Оқиғаның соңы жақсы болды да. Егер де сіздер ақша тауып алсаңыздар, не істер едіңіздер? Қандай іс-әрекет жасар едіңіздер бұнда? Сол біздің пойызда болған жоқ па? Болды, сендерде. Иә, именно тура біздің рейсте әйел, иә, пассажир әйел адам женский вагонда болу керек, или қателеспесем. Сол чемоданмен ақша алып келгенде, сол ақшасын тастап кеткен вагонда. Оны біздің жолсерік Алматыға барған кезде, вагонды жинап жатқан кезде тауып алған чемоданды. Кім тауып алған? Жолсерік. Енді адамдар, пассажирлер түскеннен кейін біз вагонды жинаймыз ғой. Сөйтіп жинап жатқан кезде тауып алған. Сөйтіп ішін енді біз обычно, если пассажир бір зат тастап кетсе, біз видеоға түсіріп, міне осындай қалып кетті заттар деп, мысалы ішіне удостоверение, сондай нәрсені іздейміз көбінесе. Сөйтіп ішін ашқан кезде ішінен пачкамен ақша шыққан. Сондағысы ішінде 50 миллион ақша шыққан ба, сондай бар. Не деген қымбат пәтер мынау? Сөйтіп барып оны пойыз бастығына барып айтқан, осындай менің вагонда чемодан қалып кетті, ішінде ақшасы бар екен деп. Сонымен бастық бүйтіп ойланып болған жоқ, артынша уже сотрудниктер звондап, осындай чемодан қалып кеткен екен, ішінде бірақ ақша бар деп айтқан жоқ, бірақ ішінде осындай өте маңызды нәрсе бар деп айтты. Не деген тактичный? Өте маңызды нәрсе бар деп айтты. Сонымен қайтадан ол өзінің сумкасын, чемодан тура сол қалпында, тура сол күйінде қайтадан өз жолаушыға қайтарып бердік. Тура біздің рейсте болған. Алаңдай нәрсе мынандай болмай ма? Алтын көрсе пеші, жолдан таяды деген негізі регламент қандай? Регламент жол серік затты алып келеді, акт толтырып,
бірінші Алматыға келдік па, Алматыда дежурный повокзалдарға тастап кетеміз. Астанаға келсек, Астанаға тастаймыз. Жолаушылардың заттарын онда алып қалу деген болмайды. Мен мысалы Алматыға келдім, затымды жоғалттым демеге. Сосын кімге хабарласуым керек? Ең бірінші Вокзалға вокзалға хабарласам ба? келесіз ғой. Сол жақтан сұрайсыз, пойыздың нөмірін бәрін. Олар сосын актімен қарайды, осындай заттар болса береді келген жолаушыға. Көп заттар. Демек, менің жоғалған затым сол Алматы вокзалында сақталуы Қалдырып керек, ол кетеміз, міндетті ме әлде? Міндетті. Ол қанша уақытқа дейін бар негізі уақыт менде? Белгілі уақыт шығар ана? Одан кейін? Бір 15 күндей тұратын шығар. Ондан кейін естелінеді ол? бір ай емес пе? Бір ай ол. Бір ай ғой. Бір айдан кейін ол біру. Уже ары қарай келмесе, уже жіберетін шығар. Камера хранениедағылар. Бір айдың ішінде міндетті түрде келіп, если қатты керек заты болса алып кетеді ғой, бір айдың ішінде бәрі бір ай бойы жата бермейтін шығар. Иә. Негізі ондай да бар. Отырысымызды бір қорытындылай келсек, сіздерге енді қызметтегі адамдарсыздар, жолда көп нәрсе көресіздер, бір өздеріңіз бір ойларыңызды қорытындылап және үш кеңес берсеңіз біздің жолаушыларға не кеңес берер едіңіз өздеріңіздің позицияларыңыз? Бірінші кеңесім, жолаушылар пойызға мінер алдын ерте келсе, 5 минут қалғанда жүгіріп келіп, көбісі штабной болған есік ашық тұрады ғой, 5 минут қалған жүгіріп келеді, ол же құдай сақтасын біреу астына құлап кетуі мүмкін. Сол бірінші кеңесім, сол жолаушылар ерте келсе, 5 минут алдын. Сосын сумкалары көп болмаса. Үшінші жүруге 5 минут қалғанда ма, или қалай? Басталған кезде 5 минут. Жоқ, ертерек келіп алсын да жолаушылар. Жарты сағат, 1 сағат. Жарты сағат, 1 сағат бұрын келсін. Екінші кеңесім, сумкалары көп болмасын. Норммен 25 килограммнан артық қол жүктері болмасын. Үшінші кеңесім, масан күйінде вагонға келмесе. Сол әдемі болатын еді. Сенің қосарың бар ма? Мен енді үш кеңес болғанда, жолаушылар андай вагонда отырған кезде вагонды шашпай, семечка шақпай, тазалықты сақтап, қалай келді. Мысалға, бұл да енді өздерінің жататын жері болғаннан кейін кейбір пассажирлер болады, что ішін өте қатты быт-шыт шашып кететіндер да. Ол өзінің ұйықтап келе жатырған жері болғаннан кейін меніңше таза ұстау керек сияқты. Сол вагонда таза ұстаса, және бір жақсы бір жолға шығып бара жатқаннан кейін міндетті түрде бір андай қабағын түйіп, кейбір пассажир үйсіп келіп, бізге сөйлеп, біздің де көңіл күйімізді түсіретін кездер болады. Жолға шығып бара жатқаннан кейін көңілді шығу керек деп ойлаймын да. Қанша жерден көңіл күйі болмасын, етпесін, көңілді келсе жолда тез өтіп кетеді деп ойлаймын да. Көңілді келіп, көңілді қарап, ой, мысалға, өзің алғысы болса, алғысын айтып, ой, рахмет, күшті келдік деп таза сақтап сөйтіп келсе, меніңше вообще күшті болар еді да. Және менде тағы да бір осындай бір нәрсе бар, андай көбінесе көп үлкен перегруз заттармен келеді ғой бізге ше. Неге біз мысалға келіп, бізде өзімізде и так уақытымыз аз болады, кейбір жолаушылар үлкен көп багажбен келіп тұрады да. Сол нәрсені бәрі жазылып тұрады. Кассада барса, билет алатын кезде алдын ала жолаушылар көріп алған дұрыс. Иә, көріп алған дұрыс. Сосын көріп алғаннан кейін уже бәрі ондай проблема болмайды да, кіретін кезде бәрін көріп алса. Бізге келеді, сосын айтады, мен білемін деп сөйтіп, на самом деле біз өзіміз жұмысымызды біліп тұрмыз ғой, бірақ бізге келіп, ондай жоқ, ондай правила жоқ дейді да. Ондай правила болмаса біз ешқайдан алмаймыз ғой, біз ауадан алып алып сөйтпейміз. Ондай правила бар. Оқып бәрін көріп, қандай вагонға келіп жатыр, қандай классқа келіп жатыр, соның бәрін қарап келсе, ондай үлкен проблема да болмайды, ондай ұрыс-керіс те болмайды. Кіргіземіз, жақсы келіп тұр ма, жақсы кіре қойыңыз деген сияқты, сондай өте жақсы болар еді негізі. Бәрін қарап алса, көріп алса, сөйтіп тазалықты ұстаса, ол да біздің екінші үйіміз ғой былай қарап тұрған кезде. 6 күн сол жақтамыз. Иә, 6 күн сол жақта болғаннан кейін, мысалы, мен ойлаймын, что 6 күн үйде демалсам, 6 күн жұмыста болсам, біз үйге бармаймыз, 6 күн бойы составта жүреміз, ол менің екінші үйім. Мен ол өзімнің вагоныма қарасам, өзімнің екінші үйіме қарағандай қараймын да. Біреу шашып кетсе, мен көңіл күйім түседі да, білейін деп, бұл мен үйім еді ғой деген сияқты. Сол себепті шашпаса, әдемі қылып қалай келді, тура солай шықса, өте күшті болады. Мынандай сұрақ. Енді сіздер тасымал саласында жұмыс істеп жатсыздар ғой. Тасымалдағы енді жол сіздер үшін не? Мына жерге бір жүректі теміретін бір музыка қойып қоямыз, соған жауап сіздер. Жол деген не сіздер үшін? Жолға шыққан кезде көп нәрсе ойланасың.
жаздың күндері білесіздер қандай терезені ашып қарасаңыз не табиғаттар бар бізде. Әсіресе Түлкі басында жақсы шығыс Қазақстан жақта да бізде Ридер деген жер бар. Қандай таңғы 4-5-тің кезінде закаттар. Ойланасың, көп жолда кетіп барады. Білмеймін, өзіме жұмысым ұнайды маған. Көп нәрсе ойлайсың жұмыста. Өз-өзің не қыласың, қай жерден қателік кетті, қай жерін түзеуім керек деген сияқты да. Сондай жол. Сен қалай түсінесің? Жол деген саяхат қой, бұл да бір былайша айтқанда, жол деген бір андай осы сұрақтан кейін жол деген андай қатты андай бір күшті нәрсе сияқты болып тұр да өзіме, бірақ ішіндегі нәрсені шығара алмай тұрмын да, андай күшті қылып айтқым келіп тұр. Жоқ, жолда ауыр ғой негізі. Өте қатты шаршайды адам. Соны айтқым келіп тұр ма? Жоқ, шаршамайды емес. Иә, адамдар шаршайды, бірақ шаршағанмен қоймай, ол шаршағаны меніңше қатты біліне бермейді саяхаттаған адамға. Ондай қатты. Бізде мысалы жұмыс істейміз, бірақ бізде бір жағынан саяхаттаймыз ғой. Мысалы жаңаға айтқандай, бізде неше түрлі табиғаттарды көреміз, неше түрлі закаттарды көреміз, неше түрлі рассветтер бәрін көреміз. Енді романтика. Романтика, иә. Неше түрлі көреміз. Енді білмеймін, енді жол деген ішіндегі сөзім шығара алмай тұр, бірақ күшті нәрсе шығарғым келіп тұр, бірақ шықпай тұр. Бірақ жол деген енді Жол деген жол. Жол деген. Жол мұрату жету дейді ғой. Сіздерге сондай тілек, әрқашан сапарға шықсаңыздар, аман есен жетіңіздер, барған жерлеріңізге. Мұқағали, не қосасың? Иә, бүгінгі өзіміз подкастына келгендеріңізге көп рахмет. Бүгін өзіміз подкастының эфирін осымен аяқтаймыз. Шақырғандарыңызға рахмет. Иә, көп рахмет. Жолсерік қарындасымыз, сіздерге көп рахмет. Ашық сұхбат болды деп ойлаймын негізі.